Сәлеметсіздер ме? Мен каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Осы каналда зейнетақы бойынша жаңалықтармен бөлісіп отырамын. Бұл видеоны мен ресми жұмыс жасамайтын кісілерге арнаймын. Егер сіздер ресми жұмыс жасамасаңыздар, онда ресми түрде жұмыс жасауға уақыт келді. Яғни, егер сіз ресми түрде жұмыс жасамасаңыз, не істеу керек? Бірінші кеңес, ресми түрде жұмысқа орналасыңыз. Ресми түрде жұмысқа орналасу арқылы сізде зейнетақы аударымдары болады. Зейнетақы аударымдары сізге еңбек өтілін береді. Еңбек өтілі сіздерге болашақта жақсы зейнетақымен шығуға көмектеседі, және зейнетақы аударымдары НПФ-қа түседі. Яғни бұл сізге үшінші зейнетақы түрін алуға көмектеседі. Келесі кеңес, егер сіздің жұмысыңыз өз кәсібіңіз болса, жеке кәсіпкер ретінде заңды түрде тіркелуіңізге ұсынамын. Яғни, егер сіз жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, өзіңіз зейнетақы аударымдарын жасасаңыз, сізде еңбек өтілі жүреді. Сонымен қатар зейнетақының үшінші түрін, яғни НПФ-тан төлемдер алатын боласыздар зейнет жасына келген кезде. Егер сіздің жеке кәсібіңіз болмаса және тұрақты жұмысыңыз болмаса, БЖТ төлемін жасауға болады. Егер зейнетке шығу жасы ерте болған жағдайда, БЖТ төлемдері толық зейнетақы аударымдарын бермейді. 6 төленген БЖТ төлемі тек 1 айлық зейнетақы аударымын береді. Сол себепті БЖТ төлемдері толық еңбек өтілін бермейді. Егер сіз ресми жұмыс жасамасаңыз, сіздің еңбек өтіліңіз болмайды. Ресми түрде жұмыс жасаған кісілерге зейнетақы аударымдары жүріп отырады. Бұл зейнетақы аударымдары сізге еңбек өтілін беріп отырады. Сонымен қатар зейнетақының үшінші түрі НПФ-тан берілетін төлемдерді де алатын боласыздар, егер жақсы зейнетақы аударымдары болған жағдайда. 1997 жылдың 1 қаңтарынан кейін еңбек өтілі тек зейнетақы аударымдары арқылы есептелінеді. Бұл туралы ақпаратты егов сайтынан қарауға болады. Егов сайтына кіріп, сіз қанша төленген зейнетақы аударымдары бар, сол бойынша өзіңіздің қазақстандық еңбек өтіліңізді есептеуіңізге болады. Зейнетақы аударымдары сізге базалық зейнетақы үшін қажет. Уақытыңызды үнемді пайдаланыңыздар. Ресми түрде жұмыс жасап, зейнетақы аударымдарын міндетті түрде төлеу арқылы базалық зейнетақы мөлшерін көтеруге болады. Мен каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.